Тап берген атаңа ел қадірін біл балам, ел ерлігі, ел бірлігі, сынға түскен бұл заман. Саған айтқан сөзінен сабақ алсын тыңдаған, айтқан сөзде ұқсын, аңғарлы жан болмаған. Хош, хош балам, хош балам. Құлағында құлының даусым жүрсін жырлаған, алға дайым арлы едің, ата сөзін сыйлаған. Перзентімнің алды едің, көңілімді иман. Аттандырдың майданға, аман есен жүр балам, абыройға ие бол, ағат баспа бір қадам. Көз жібірсем алысқа, көпті көрдім дегенім, көп зырыққан ел екен, шексіз дала дегенім, ұлтырақтай жер екен. Домбырасын серіқіп, өткізді жамбыл ғасырды, өлеңді төгіп өрнектеп, асуардан асырды. Жамбыл Жабаев балаларға: балалар, аман басын шырықтарым, мәсіп көлге біткен құрақтарым, жүрмесен есендіп тұра алмаймын, ішінен асып кетсе бір аптаның. Қонаққа келді міне Жамбыл атан, сан жылдар жүк көтерген бүкір жотам, қарт бабан дәуіріне мейірі қанған, қаунып жастығына сендей ботам. Yerlerde gördüm degenim, yer yemes ekin kemlikin, andarda gördüm degenim, Allah'a kongan şer ekin. Күтім дегенімін, тау емес екен дөн екен, өзен көкілірдің дегенімін, қоршасынан сел екен. Сәлеметсіздер ме? Туран университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты, қазақ тілі бөлімінің басшысы Түлекова Гүлжан Қажымұратқызы. Біз Жыр алыбы Жамбылдың 175 жылдық мерейтойына арналған Жыр алыбы Жамбылдың дала қоңырауы челленджін ұйымдастырып отырмыз. Ұйымдастыруға атсалысып отырған қазақ тілі бөлімінің оқытушы профессорлар құрамы. Арнайы орыс тілі бөлімін дайындаған Майра Мұсағызы және Айман Өмірзаққызының студенттері Түркия мемлекетіне Хитит университетінің магистратура, докторантура бөлімінің директоры Мехметбек Фуар мырзаға және сол университеттің студенттеріне, магистраттарына челлендж жолдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.